Армысыздар достар, арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен Айдын. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз экраннан видеоны қалай түсіреді. Жалпы оның орындалу барысы, процесіне тоқтала кететін боламыз. Достар, жалпы мен экраннан келесі бағдарлама арқылы түсіремін. Ол Camtasia Studio'ның ішіндегі мінекей Record the Screen осы функциясы арқылы мынандай панель шығады. Осы панель арқылы сіз тоқтатып, жойып, жалпы тоқтатуға болады, арасын үзіліс қоюға болады. Осы бағдарлама арқылы экранның бетінен түсіремін. Ал егер де сіздерде бұл Camtasia Studio бағдарламасы жоқ болса, келесі бір сайтқа кіретін боламыз. Оның аты screen-o-matic.com деп аталады. Осы сайтқа кіреміз. Байқап отырсаңыздар өте ыңғайлы. Қолдануға да бір жағынан тегін. Мінекей осы сайтқа кірдік. Start recording'ді басамыз. Стартты басқаннан кейін аздап жүктелетін болады. Бәлкім менде бұл қазір жүктелмеуі де мүмкін, бірақ егер де өйткені мен экран үстіне экран жазамауы мүмкін да қазір. Ал сіздерге достар, осы Start recording'ді басасыздар, керек аумақты белгілейсіздер. Және де түсіріп болғаннан кейін өзіңіздің компьютеріңіз немесе ноутбугыңызға сақтап алатын боласыз. Әлбетте мынау енді экран үстінен экран жазылмайды екен. Сол себепті мынау қазір жүктеліп тұр. Жалпы қиындығы жоқ достар. Мінекей стартты басамыз. Осы старт арқылы ары қарай жүктейміз. Түсіреміз. Яғни керек нәрсені түсіріп, өзіңізге жүктеп аласыздар. Мінекей осындай тегін онлайн қызмет. Баршаларыңызға осы қызмет пайдалы болады деп ойлаймын. Астына сілтемесін орналастыратын боламын. Сонымен достар, мінекей screen-o-matic сайты осындай тамаша бір бізге қызмет ұсынып отыр. Осы арқылы экрандарыңызды түсіре алатын боласыздар. Одан кейін достар, сіздерді мынау біздің жайдармандағы тобымызға шақыра кетсем деп едім. Өте жақсы топ, ыңғайлы, көптеген ақпараттар ала аласыздар. Біздің топқа қосылыңыздар. Сонымен достар, бүгінгі бейне сабағымыз сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі бейне сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар.